Мысалы 30 жаста ақ шаш пайда бола бастайды ғой, көп жастарда мысалы. Оны бояп қоямыз. Бояп қойғанмен, бірақ ішкі ағзада бәрібір жаңағы ескіру процестері басталады. Қартаю процестері басталады. Сондықтан түрің жас болғанмен ішкі дүниең, әсіресе әйелде бірінші аналық ұрықтары нашарлай бастайды. Аналық безі қартая бастайды, тоза бастайды. Сондықтан одан кейін климакс болады. Сондықтан оған бармас үшін саналы түрде жаңа ұрпақты болуы мүмкіндіктерін қарастыру керек. Содан кейін алдын ала қан тапсырып генетикалық диагностика жасап қойған дұрыс. Мысалы, қандай ауруға бейімділігі бар. Мысалы, әр адамда өзінің бір бейімділігі болуы мүмкін. Мысалы, қазіргі кезде ауру балалар көп туып жатыр ғой. Енді оның бәрін 100% анықтау мүмкін емес. Генетика деген өте қиын ғылым. Бірақ дегенмен көптеген жаңағы өте күрделі аурулар, қымбат дәрі керек ететін, соның бәрін алдын ала сондай балаларды дүниеге алып келмес үшін, мүгедек болмас үшін, соны алдын ала қаныңнан білуге болады. Әр адамның жаңағы өзінің бір генетикалық ауруларға бейімі болады.